Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен осындай қазіргі хит болып жатқан оригинальный миди баклаваның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде, егер сіз баклаваны жақсы көретін болсаңыз, осы рецептпен жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен тоңазытқыштан шыққан сап-салқын болып тұрған сүтке манная крупамызды араластырамыз. Және де ішіне осылай қантымызды саламыз. Барлығын өлшеп алыңыздар. Полный рецепті описанияға қалдыратын боламын. Газдың астын қосып, манный кашымыз қоюланғанша үздіксіз араластырып, осындай бетінде бүлкілдегенге шейін араластырамыз. Манный кашымыз тез суы үшін ыдысқа салып, бетін пищевоймен жауып, бөлме температурасында суытатын боламыз. Ыдысқа 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз, және де үстіне сұйық майды құямыз. Және де қаймақты саламыз. Тұз саламыз, және міндетті түрде алма уксусын пайдалануларыңыз қажет болады. Барлығын араластырып, ұнды електен өткіземіз. Және де қамыр қопсытқышымызды салып жібереміз. Ұнды бірден барлығын салып жібермеңіздер, себебі ұнның тығыздығына байланысты ол көп болып кетуі де мүмкін. Сол себептен біртіндеп осылай араластырасыздар. Қамыр илейміз. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осы қамырды енді бөлме температурасында бетін жабық күйінде 20 минуттай тұндырып қоямыз. Енді суыған қаймақлы массамызды домалақ шарик етіп, әрбіреуін бөлек-бөлек домалатып қоямыз. Құрттың көлеміндей болу қажет, шамамен. Егер қолдарыңызды сулап тұрсаңыздар, осылай домалақтарыңыз жақсы болып шығатын болады, қолыңызға жабыспайды. 20 минуттан кейін осы тестімізді алып, мен 7 бөлікке бөлдім. 7 теңдей бөлікке бөлесіздер. Менде әрбіреуі 106 граммнан болды. Барлығын домалатып, қолмен жаямыз да. Сулы, қатты сығылған сүлгіні бетіне жауып қоямыз. Енді ортасына салманы дайындаймыз. Мен арахисті осылай блендерден өткіздім. Және де фисташкиді және кокос ұнтағын алып араластырдым. Негізі бұған кез келген орехты пайдалансаңыздар болады. Сармай мен сұйық майды араластырып, сармайы толық ерігенге дейін отқа қоямыз. Енді біздер қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін бізге міндетті түрде кукурузный крахмал қажет болады. Ұнды пайдаланса қамыр кеуіп кетеді. Сондықтан ұнды мүлдем қолдануға болмайды. Қамырымызды кәдімгідей жіп-жіп қағып жаямыз. Басында крахмалды көбірек қосамыз да, артынан мүлдем қоспаймыз. Мына астындағы біздің суретіміз көрінетіндей болып, өте жұқа болып жайылуы қажет. Енді ұзын оқтаудың көмегімен қамырды осылай жиырып аламыз. Өрнегін шығаруымыз қажет баклаваның. Және де осылай жаямыз. Арасына 2 саусақ сиятындай етіп қаймақлы массамызды салып шығамыз. Және де бетіне салмамызды саламыз. Салманы қаймақлы массаның астына да салсаңыздар болады, өз қалауыңызда. Қамырымызды осылай 2 жақ шетін кигіземіз де, жан жағын бекітіп, кесіп шығамыз.
Баклаваны астын үстіне қаратып, екі жағын дұрыстап тұрып бекітеміз. Баклавамызды пісіретін ыдысымызға саламыз. Кішкентай оқтаумен жайсаңыздар да болады. Немесе арасына кукурузный крахмалды молырақ салып, 2-3 қамырды бірге жайсаңыздар да болады. Ең бастысы, қамыр өте жұп-жұқа болуы қажет. Немесе мен сияқты осылай қамырды бүктеп жайсаңыздар да болады. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міндетті түрде менің арнама жазылып, подписаться батырмасын басып, және де лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да рецепттер салатын боламын. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Барлық тестіні жайып болғаннан кейін біздің еріп тұрған майлы массамызды осылай барлық баклаваның бетіне, жан-жағына жағып шығамыз. Баклаваның барлығын майлап болғаннан соң 180 градуста 50-55 минутта пеште пісіретін боламыз. Баклавамыз пісіп жатқан кезде біз тесте шәрбатын дайындауымыз қажет. Ол үшін су мен қантты араластырамыз да, қантымыз толық ерігенше бір қайнатып аламыз. Кейін лимон шырынын қосып, баяу отта баклава толық піскенге шейін астын жайлап қана жіберіп қойып, суымызды қайнатамыз. Пештен шыққан ыстық баклавамызға қайнап тұрған ыстық шәрбатымызды құйғанда осындай реакция пайда болуы қажет. Үстіне барлық шәрбатымызды құйып болғаннан кейін 2 сағатқа бөлме температурасында және де бір түнге тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Бойына толықтай сиробы сіңеді сол кезде. Мінекей біздің баклавамыз дайын, өте әдемі, өте дәмді баклава шығады. Және де кез келген мерекелік дастарханды ашатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Бибігүл.